Корея Қазақстанда жүргізіліп жатқан реформаларды қолдайды. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев пен Кореяның Қазақстандағы елшісі Ку Хонг Со кездесуінде тағы бірқатар мәселе талқыланды. Құрғақшылық, судың тапшылығы, минералдық тыңайтқыштардың қымбаттығы, ауыл шаруашылығы саласы тағы қандай қиындықтармен бетпе-бет келіп отыр. Депутаттар үкіметке сауал жолдады. Жаңа Қазақстандағы жастардың рөлі қандай? Бұл мәселені сенаторлар студенттермен бірге талқылады. Армысыздар, ардақты әлеумет, эфирде Сенат сөзі. Бүгін осы және өзге де тақырыптарды тұздық етеміз. Сенат Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағы арқылы қауіпті қалдықтарды өткізу туралы заңды қабылдады. Құжат экономикалық одаққа мүше мемлекеттер арасында қауіпті қалдықтарды өткізудің бірыңғай тәртібін белгілейді. Сондай-ақ қауіпті қалдықтарды экологиялық негізделген түрде жоюға және қайта өңдеуге мүмкіндік береді. Қазақстанда қауіпті қалдықтарды әкелу, әкету және транзитін заңнамалық реттеу Базель конвенциясы және экологиялық кодекс нормалары аясында жүзеге асырылады. Ал Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдерге қатысты лицензиялық тәртіп қолданылады. Ондай лицензияны беру экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің құзырында. Келісім Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер арасында қауіпті қалдықтарды өткізудің бірыңғай тәртібін айқындайды. Сондай-ақ оларды тасымалдау кезінде берілген қорытындылар мен анықталған бұзушылықтар туралы ақпарат алмасуға құқықтық негіз қалыптастырады. Алдағы уақытта осы заң қауіпті қалдықтарды экологиялық жолмен қайта өңдеуге, қоршаған ортаны таза ұстауға өз үлесін қосады деп сенеміз. Қазақстан мен Корея Украинадағы жағдайдың бейбіт жолмен шешілгенін қалайды. Бұл туралы Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев пен Корея Республикасының Қазақстандағы елшісі Ку Хонг Со кездесуінде айтылды. Мәулен Әшімбаев Қазақстанның Украинаға гуманитарлық көмек көрсетуге және келіссөздер жүргізу үшін ара-ағайындық танытуға дайын екенін еске салды. Бұдан бөлек кездесуде Қазақстан мен Оңтүстік Корея арасындағы парламентаралық ынтымақтастықты одан әрі дамыту мәселелері талқыланды. Тараптар екі ел байланысының аясы кеңейіп, стратегиялық серіктестіктің нығайып келе жатқанын атап өтті. Елші Қазақстан президентінің бастамасымен жүргізіліп жатқан реформалардың маңызды екенін айтты. Сондай-ақ ресми Сеул Қазақстанның елде әлеуметтік теңсіздікті және кедейлікті төмендетуге арналған бағыт-бағдарын толық қолдайтынын жеткізді. Қазақстан адам дамуы индексі бойынша 189 елдің арасында 51 орынды иеленді және даму деңгейі өте жоғары елдер санатына жатқызылды. Бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымының 2020 жылға арналған есептік баяндамасында айтылған. Құжатты сенаторларға Қазақстандағы Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасының тұрақты өкілі Якуб Бериш таныстырды. Онда Қазақстанның адами әлеуетінің дамуы баяндалған. Баяндаманың ұсынымдарында тұрақты болашақ үшін қажетті жағдай ретінде білімді қолдану арқылы Қазақстанның экономикасы мен адами әлеуетінің даму арасындағы өзара байланысқа ерекше көңіл бөлінген. Соңғы бірнеше жылда Қазақстан мен Біріккен ұлттар ұйымының тұрақты даму саласындағы мақсаттар жөніндегі үйлестіру кеңесі аясында бірлескен ауқымды жұмыстар атқарылды деді парламент сенаты төрағасының орынбасары Ольга Перепечина. Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасының жергілікті атқарушы органдармен де өзара іс-қимылы жолға қойылды. Қазақстан алдағы уақытта да Біріккен ұлттар ұйымымен ынтымақтастықта жұмыс істеуге мүдделі. Сенаторлар елімізде экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының халықтың өмір сүру сапасын одан әрі арттыру жөніндегі стандарттары белсенді енгізіліп жатқанын айтты. Әлі де осы білім саласына, денсаулық саласына халықтың жаңағы экономикалық даму емес, жаңағы адами баю мәселесін, адамның жаңағы рухани баю мәселесіне өте үлкен көңіл бөлу керектігін айтып отыр. Сондықтан да осы болашақта мына білім сапасын арттыру мәселесіне, адамның жаңағы денсаулығының сапасын арттыру мәселесіне өте үлкен көңіл бөлу керек, оған ден қою керектігін айтып отыр. Сондықтан да біз осы болашақта да осы қарқында даму жолында екендігімізді айтуға болады.
Жаңа Қазақстандағы жастардың рөлі қандай? Бұл мәселені сенаторлар елордада студенттермен бірге талқылады. Сондай-ақ мемлекет басшысының елді жаңғырту жөніндегі бастамалары сөз болды. Студенттерді әсіресе болашақ маман ретінде еліміздегі жұмыссыздық мәселелері толғандырады. Сенаторлар президенттің тапсырмасы бойынша халықты жұмыспен қамту және жұмыс орындарын көбейту үшін қазірдің өзінде 10 ұлттық жоба іске асып жатқанын айтты. Ол 2025 жылға дейін 100-ден мың жаңа жұмыс орындарын ашуға ықпал етеді. Депутат Бейбіт Исабаев әлеуметтік саладағы жастарға тікелей әсер ететін реформаларға да тоқталды. Ірі қалаларда жастарға жалға берілетін тұрғын үй беру бағдарламасы іске қосылды. Қазірдің өзінде аса маңызды құжат әлеуметтік кодекс әзірленіп жатыр. Кодекс аясында азаматтардың әлеуметтік құқықтары жүйеленіп, ең төменгі әлеуметтік стандарттар жүзеге асатын болады. Сенатор Ақылбек Күрішбаев жоғары оқу орындарында жастарды тәрбиелеудің ұлттық құндылықтарға негізделген тұрақты жүйесін құрудың маңыздылығын атап өтті. Кез келген реформаның ең басты мәні ол қоғамның, халықтың көңіл күйі неден пайда болады? Көңіл күй оның әлеуметтік тұрмыстық жағдайы, оның бақуаттылығы, оның табысының жеткілікті деңгейде болуында. Сонымен бірге біздің қоғамымыздың ішінде жіктелуге, бұрын ауылдан келген адамдар, қаланың адамдары, бай адамдар, кедей адамдар, маргиналдар, тағы басқа ішкі жіктелуге әкеліп соқты. Біз оның бәрін көріп отырмыз. Сондықтан ең басты реформаның идеологиялық мәні билікпенен, қоғамның билікпенен халықтың ортасындағы түсіністік. Сенаттың аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің депутаттары ұлттық ғарыш орталығында көшпелі отырыс өткізді. Сенаторлар ауыл шаруашылығы министрлігінің жоғары оқу орындарының өкілдерімен және фермерлермен бірлесе отырып, цифрландыруды ғарыш мониторингі технологиясын енгізу және ауыл шаруашылығы жерлерін қашықтан зондтауға қатысты мәселелер талқылады. Ауыл шаруашылығын цифрландырудың басты міндеті осы өнімді өндіруге жұмсалатын шығындарды азайту, оның сапасын арттыру және сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу. Бұл тұрғыда цифрлық технологияларды енгізудің әлемдік тәжірибесін қолдану айтарлықтай экономикалық тиімділікке қол жеткізеді. Отырыс барысында ғарыш қызмет саласындағы заңнамаға, ғарыштан мемлекеттік мониторинг жасау, ақпараттық жүйе, атап айтқанда ауыл шаруашылығы бойынша бірыңғай оператор құру жөнінде өзгеріс енгізу туралы айтылды. Ауыл шаруашылығындағы ең үлкен проблемада, ең үлкен мәселеде мынау біздің ауыл шаруашылығы жерлерін космостық мониторинг жасау. Сол арқылы сол жерлердің пайдалануын бақылауда ұстау. Ауыл шаруашылығын цифрландырудың ең маңызды саласы да осы болады. Себебі ауыл шаруашылық жерлерін игеру, оны пайдалану және оның сапасы, одан кейін ауыл шаруашылық жерлерінің жалпы деградацияға ұшырауының себебі осы анализдерге тікелей байланысты болады. Катон-Қарағай ұлттық паркінің материалдық техникалық базасы әлсіз және кадр тапшы. Сенатор Дүйсенғазы Мусин үкіметке жолдаған депутаттық сауалында осы мәселені көтерді. Катон-Қарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркіне қатысты өзекті мәселелерді айтты. Сенатордың айтуынша нормативке сәйкес парк аумағында 732 адам жұмыс істеуге тиіс, алайда іс жүзінде 354 адам еңбек етеді. Сонда әр орманшыға 2 есе ауыртпалық түседі. Ұлттық парк автокөлікпен де жеткілікті қамтамасыз етілмеген. Мұндай жағдайда табиғи аумақтарды сапалы қорғау да мүмкін емес. Сонымен қатар сенатордың айтуынша вахталық әдіспен жұмыс істейтін орманшыларға тиісті жалақы төленбейді. Ұлттық парктың шектеулі шаруашылық қызмет аймағында жанама орман пайдалану, бал ара шаруашылығы, санитарлық мақсатта ағаш кесу және тағы басқа қызмет түрлеріне рұқсат берілген. Алайда ағаш кесушілерді есепке алу мен жинауға рұқсат алудың қолданыстағы жүйесі 1 жылға дейін созылатын көп сатылы келісу рәсімдерін талап етеді. Сондықтан да уәкілетті органның рұқсат беру функцияларын жергілікті деңгейге беру заңнамалық тұрғыдан реттеліп, шешілуі қажет деп есептеймін. Сонымен қатар жергілікті халықтың сұранысына орай заңнамадағы жанама пайдалану тізбесіне қарағай жаңғақтарын жинауда енгізілуі тиіс.
Осымен Сенат сөзі бағдарламасының кезекті саны тәмам. Сауатты қоғамда салауатты өмір сүрейік.